Жедел хабарламаларды жеткізуді жалғастырамыз. Лайк басуды және жазылуды ұмытпаңыз. Желіде Тоқтар мен Бейбіттің қайтыс болғаны туралы жалған ақпарат тарады. Әлеуметтік желіде жұлдызды жұп Тоқтар Сериков пен Бейбіт Сейдуллаеваның жол апатынан қайтыс болғаны туралы жалған ақпарат тараған. Бұл мәліметті Бейбіт Сейдуллаева Instagram парақшасында бөлісіп, пікір қалдырды, деп жазады kaz.nur.kz. Әнші желіде бөліскен ақпаратта жұлдызды жұптың суретімен 7 минут бұрын 2 адам қайтыс болды. Тоқтар Сериков жол апатынан қайтыс болды деген жазба жазылған. Осы ақпаратты парақшасында бөліскен Бейбіт Сейдуллаева «Алла сақтасын, не сұмдық мынау» деп жазды. Естеріңізге сала кетейік, осыған дейін Тоқтар Сериков 15 жыл отасқан жұбайы Бейбітті көрмей қалса, әлі күнге іздеп тұратынын айтқан болатын. Менің де, Бейбіттің де бойында бар қасиет. Бір-бірімізді көрмесек тұра алмаймыз. Бұл кісі шайымды құйып бермесе, қолынан ыстық тамақ ішпесем, қатты іздеймін. Мүмкін қатты бауыр басып қалған шығармыз. Табиғатымда қатын жандылық жоқ, бірақ бұл кісі шайымды жақсылап беру керек екен, басымнан сипау керек екенін біледі, деді Тоқтар Сериков.